Бізде қар. Мінекей бәрі қар жауып тастады. Мен клубникаларымды қарап жіберейін деп келдім. Шөппен жауып тастап едім. Солар не істеп жатыр екен деп. Жаңа ашып қарадым. Астында жатыр. Так, аман, жақсы. Енді әлі де үстіне тағы бір машина шөгерге қойды. Міне клубникалар домалап үзіліп қалған. Үзіп тастағанмын ғой мен жаңа. Кеше жабатын кезде. Сол қардың астында не жатыр. Теплица болса, осындай болмас еді деп қарап жүрмін ғой. Бизнес планым енді бұйырса халықаралық гранттан ұтып кетсе, теплица салып алар едім, осы клубникаларымыздың тондырмай. Құрттарым не істеп жатқан? Олар ана ненің астында жатқан шығар. Калифорнийский жауын құрттарым. Навоздың астында. Күнде шеге қар еріп кетті. Мына клубникалар үстіне жабылған шөп. Ай, жат. Енді мен осы шөптерді ашып тастаймын ка айырмен орнына, сосын ашып бетіне надай фундазол деген дәрі. Соны шашайын деп жатырмын. Неге дейсіздер ғой? Себебі тамырлары шіріп кетпес үшін. Міне бүйтіп ашам, көтеріп. Мә шөпті асты құрғақ тұр кешегі. Бетінде қалған. Нағыра асты құрғақ тұр екен. В общем, осыларға жаңа фундазолды түбіне құрғақтай шашып шығам. Или езіп алам бір неге ыдысқа. Оны бірақ құю оңай емес, езіп алған. Мінекей. Осылай астары құрғақ екен. Шөптер уже кеуіп қалыпты астары. Құрғақ болып. Хотя мынағара арықта су жатыр. Мұны су жоқ арыққа қарай ашамау дейм. Астары шөптің құрғақ екен. Түнімен нөсер жауын жауды, кеше қар жауды, соң өзінде шөптерден көп өтпепті, шөптердің асты. Құрғағымен жатыр. Мына қара, шөптің асты құрғағымен жатыр. Мына гүлдерін жұлып тастау керекпін. Қазір жұлып, жаңа фундазол деген нені езіп, несін қарап, қанша езу керек екен. Түптеріне құйып шығам. Қырғын гүлдердің бәрі керек емес, жұлам. Әлі бір 10 күн дейма, бір жет 10 күндей жылы болады дейді, бірақ одан не пайда? Ол жылдан түні салқын болғасын, ештеңе қызармайды ғой, босқа бұл шашап қалады. Бұның бәрінің несін жұлып тастап, гүлдерін. Өткенде де жұлып едім. Бітіре алмай атым ғой, сол гүлі өте көп. 500 түптің. Жұлып, қазір осының түбіне шіріп кетпес үшін фундазол деген фунгицид мықты. Ол жеміс беріп тұрғанда оны сеп алмадым. Ол кезде жей алмайсың, ол химикат. Ал қазір, мінекей, қазір мынаны айырмен ашып жүрсем, құп-құрғақ шөптің асты. Қолмен ашуыма да болады екен. Бұлай ашамда, мына астының бәрі құрғақ. Мыналарды бәрін жұлып, мына жемістерін қараңыз. Оны да жұлып алам. Үйге әкеліп қойып қойса, клубника деген қып-қызыл болып қызарады екен. Сондайды да көрдім. Міне, гүлдің бәрін жұлып тастайым. Қайшымен құятын едім, қайшын тастап кеттім. Енді жұлып, осыған мынау мұрттары ғой. Мұрттар да тұр. Мұрттарды айыруым керек. Мына неден арасын айырып жіберейінші. В общем, гүлдерінің бәрін жұлып тастап, фундазолды шашамыз. Мыналардың да жемістері. Мына жемісті аяғанда не істеймін? Босқа күшін алып кетеді. Керек емес. Үйге апарып қоям, үйде қызарады. Варенье қылып салғылады. Бірақ иісі бұрқырап, дәмді үйдегі қызарған осылай бір шелек апарып қойын. Апарып еще ұмытып кеткен ғой, ол әбден қызарып кеткен, астыңғы жағы қызарып шіріп кетіпті. Мына шөпті де үсті ылғал, астын көтерсем, асты құрғақ шөптің. Басына гүлдерімен тұр ғой. Осылай бәрін жұлып, бәрін жұлып, гүлдерінің бәрін. Теплица болса жақсы болар. Теплица жоқ болғасын, енді қысқа дайындаймыз ғой. Міне, мына гүлдерді де насақтарды көтерем ары қарай.
Бүгін де жауын жауады, тағы жауын жауады. Ертеңдері 14 градус жел жылы болады. Сол кездерде мыналардың бәрі кеуіп қалсын, ашылып. Мен астына дәрімді сеуіп тастайын. Фундазол деген химикат, фунгицид. Сол видеоны осымен доғарайын. Осылай істей берем ғой ары қарай дәлші. Мына бәрін істеп шығу керекпін ғой. Бәрін, біразының жартысының бәрі гүлі жылынды, жемісі де жылынды. Аю қош, сол жемістерін жағаласып жатыр ғой маған. Соны жылынбай қалғандары ғой міне. Қорқып қалатым жылып. Соған әдейі у себуге келдім ғой. Бүгін 6 градус күн жылы болып тұр. Ертең 14 градус дейді. Кеше -1-2 болып қар көміп жатты. Ол қарды түнімен нөсер жауын жуып кетті. Бүгін қар қалған жоқ. Кеше қардан бүгін қар қалған жоқ.